Assalamu alaikum көрерmендер. Мен бүгін сіздерге құймалы еденді қалай жасалатынын көрсететін болам. Алдыменен құймалы еденіміздің орнын қырып, тазалап, сыпырып аламыз. Одан кейін өстіп су құйып, барлық жерін ылғалдап аламыз. Тегіс. Келесіде басқа да жаңа видеоларымды өткізе алмау үшін каналыма лайк басып, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Өстіп барлық жерін ылғалдап алу керек, әйтпесе құймалы еденіміздің суын бәрін тартып алып, дұрыс шықпауы мүмкін еденіміз. Сол үшін барлық жерін осындай суменен тойдырамыз. Құймалы еденіміздің бетін тегістеу үшін бізге мынандай арнайы өзінің ролигі бар. Осындай ролик қажет. Енді су кепкеннен кейін мынандай бетон контакт деген грунтовкасы бар. Осындай грунтовканы еденге барлық жеріне толық жағып аламыз. Мінеки құрметті көрермендер, бетон контагымыздың барлық жеріне толық жағып алдық. Осылай қылып. Мына қызыл не десеңіздер, бұл да бетон контакттың қызылы, ағы қызылы болады, екі түр. Мынау құймалы еденіміздің ұнтағы 25 килограмм. Барлық құрылыс дүкендерінде бар. Осыны ең алдыменен дайындап аламыз. Құймалы еденімізді дайындау үшін бізге шелекке дайындап аламыз. Алдыменен банкымен, 1 литрлік банкымен 4-5 банка су құйып аламыз. 4 литр, 4,5 литрдей су құямыз шелекке. Құймалы еденіміздің құрғақ араласпасын, қабының жартысын шелегімізге салып аламыз. Оны миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Сұйық болу керек, растворымыз. Қою болмау керек, сұйықтау болу керек. Мінеки дайын болған растворымызды осылай еденге құйып шығамыз. Бағанағы валигіміздің көмегімен осылай тегістеп шығамыз барлық жерін. Бірдей болу үшін барлық жері. Осылай валиктің көмегімен барлық жеріне құймалы еденімізді жайып шығамыз.
Осылай барлық жеріне бірдей қылып жаямыз. Мінекей құрметті көрермендер, құймалы еденіміз дайын. Осылай қылып барлық жеріне тегістеп құйып аламыз.